Қалайсыздар? Англияға келгелі, наконец-то алғашқы day off, яғни демалысқа жеттік, Құдайға шүкір. Асықпай, рахаттанып ұйықтап, асықпай завтрак ішіп отырмын. Алғашқы апта өте қиын болды, өте қиын. Хоть мен екінші жыл келсем де жеңіл емес. Оның үстіне мен келе салып ең ауыр деген жұмыстардың біріне түстім. Ол деген жердегі клубниканы теру. Жердегі клубниканы теру оңай емес. Плюс саған норма қойып қояды. 1 сағатқа мынанша ящик теру керексің деген. Ол норманы орындау керексің міндетті түрде. Орындамасаң саған орындамағаныңша қоймайды. Орында деп. Тем более мен екінші жыл келгеннен кейін ұялады екенсің. Намысқа тырысқаннан прям усердно жұмыс жасадым, тырыстым. Бірінші жыл жүретінем, бірде жасап, бірде жасамай, бүйтіп, ойланып, ойланғанда, асықпай, демалып арасында. Осы жылы уже бірінші жыл келген новичоктардан да, вайзерлерден де ұялады екенсің да. Намысқа тырысқаннан әйтеуір нормамды шығарып, плюс бонустарымды алып, алғашқы апта солай өтті. Так, түрім айтып тұр, қаншалықты шаршағаным. Алғашқы 3 күн это просто невозможно, өте қиын болды. Әркімге әртүрлі енді. Маған, собственно, өте қиын болды, хоть екінші жыл болса да. Біреулерге жеңілірек болуы мүмкін, біреулерге менен де қатты ауыр болуы мүмкін, индивидуально. Мен үшін алғашқы 3 күн өте қиын болды. Таңертең прям 3:30-да тұру керексің, 4:30-да үлгеру үшін автобусқа. Тұрмай қалсам ба, бармай қойсам бекен деген ойлар болады. Но енді жұмыс жасауға келдің, что 1-2 аптадан кейін осының бәрі ұмытылады, үйреніп кетесің, соның бәрін біліп тұрғаннан кейін қой деп таңертең тұрып кетуге тура келеді. Солай 1 аптамызды өткіздік. Бүгін демалыс, енді ертең қайтадан жұмыс болады, Құдай қаласа. Осы видеоның астына комментарийге сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар, бүгін барлықтарыңызға жауап беруге тырысамын. Қолымнан келгенше, өйткені бүгін демалыс. Одан кейін барып лайк басып, подписка жасап кетуді ұмытпаңыздар.